Шерзаттың ісі бойынша сот тағы жалғасып жатыр. Бірақ бұл жолы ең қызығы кассация сатысы. 15 жылға сотталған азамат Тоқтаубаев кәмелетке толмаған балаларын сылтау етіп, жазасын жеңілдетуді сұрап отыр. Ал 7 жылға сотталған Дидар Қалиахмет мүлдем басқа позицияда. Ол толық ақтауды талап етпекші. Азамат Маратбекұлы Тоқтаубаевқа түпкілікті 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Дидар Еркінұлы Қалиахмет қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған осы баппен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Бірі жазасын азайтқысы келеді, екіншісі өзін кінәсізбін дейді. Сонда сұрақ, бұл істе шындық қайда? Егер бәрі дәлелденген болса, неге біреуі ақталуды сұрайды? Ал егер күмән бар болса, неге 15 жыл берілді? Ертең кассацияда Шерзаттың отбасының мүддесін адвокат Бағдагүл Ажығалиева қорғамақшы. Сәттілік тілеп қояйық. Енді сіздерге сұрақ, Тоқтаубаев пен Қалиахмет ақталуға лайық па жоқ па? Төменде пікір жазып кетіңіздер. Және менің парақшама подписка жасауды ұмытпаңыздар. Әділдік үшін бірге күресейік. Шерзатымызды күнде еске аламыз. Біздің ең қымбат, ең асыл баламыз болғаннан кейін бәрімізге алғыс айтып, мен ана ретінде оларға өтініп сұрадым. Ассалаумағалейкум, қасқыр емес қазағым. Міне дәл қазір Шерзаттың ісі бойынша 15 жылға сотталған азамат Тоқтаубаев пен 7 жылға сотталған Дидар Қалиахметовке қатысты кассациялық сот аяқталды және де үкім шықты. Сүйінші қазағым, үкім өзгеріссіз қалды. Сотталған Тоқтаубаев және адвокат Маевтың келтірілген кассациялық шағымдары қанағаттандырусыз қалдырылсын. Менің қасымда дәл осы сотта Шерзаттың отбасының мүддесін қорғаған елімізге белгілі адвокат Бағдагүл Ажығалиева отыр. Бағдагүл ханым, енді осы үкіммен енді толыққанды келісесіз деп ойлаймын. Және де не себепті үкім өзгеріссіз қалды? Енді өзіңіз көргендей, бірінші сатыдағы сот істі толық, жан-жақты, объективті түрде қараған болатын. Ол еліміздің бәріне мәлім, жарияланды прямой эфир арқылы. Сондықтан енді барлығы толық зерттелгендіктен жаңағы сотталушылардың уәждері негізсіз деп осы сот үкімі бүгін өзгеріссіз қалдырылды. Жалпы қазақ елінің атынан сізге рахмет. Біз таң атпай Әуезов аудандық сотындамыз. Бұл жақта ойлаңыздаршы, больницада жатқан Сәуле есімді айыпталушыны сот болмай шақырғанға келу керек деп алып келген. Ол кісі инвалидный коляскада отырған, мүгедектер коляскасында. Әрең дегенде келді, сотқа қатысты, бірақ сот ортасында ол кісіге приступ беріп, жедел жәрдем келіп тұр. Мен енді ойымша сот болсын, прокурор болсын, осындай кезде адамның жағдайына қарау керек деп ойлаймын. Ол тіпті айыпталушы болсын, ол кім болса да. Біздің сотқа датау бәрібір болып кеткен ба? Соған таңғалудамын мен.